Оңтүстік Кореяның Чинжу қаласында өтіп жатқан ауыр атлетикадан Азия чемпионатында қазақстандық зілтемір шеберлерінің тең жартысы өз өнерлерін ортаға салды. Әзірге бұйырғаны 2 қола жүлде ғана. Алғаш болып 55 келі салмақта Арли Чанте 3-ші орын алған. Енді Қазақстан құрамасы сапынан 73 келі салмақта Алексей Чуркин жүлдеге ілінді. Ерлер арасында жүлдеден үмітті спортшылардың бірі осы 70 келі салмақта сынға түскен Алексей Чуркин саналған. Ол былтыр өткен ислам ойындарының күміс жүлдегері. Осы салмақтағы үздіктердің бірі болып жарыс жолына шықты. Ол жұлқа көтеруді 146 келіден бастап 154 келі нәтижемен аяқтап, кіші күміс жүлдеге иелік еткен. Алдын тек Қытай спортшысы ғана орап кетті, бір салмақ артық көтеріп. Екінші жұлқа көтеруде 186 келіге тапсырыс беріп, басынан асырғанымен, артынша екінші мәрте 191 келі салмақ оған бағынбай кетті. Үшінші мүмкіндікте де осы салмақ ырқына көнбеді. Жаттығу жиындарында бұдан да жоғары салмақтарды көтеріп жүрген ол жеңіске ерте жетіп қуанып қойған секілді. Босаңсып, қателікке бой алдырып, қолда тұрған алтын жүлдеден айырылып қалды. Егер де осы салмақты көтергенде ол Азия чемпионы атанар еді. Өйткені топ жарған жапониялықта 2-ші орын алған тай спортшысы да алғашқы жаттығуда біздің спортшыдан аз көтерген болатын. Қоссайыс қорытындысы бойынша еншісіне 340 келі салмақты жазған Алексей Чуркин Азия чемпионатының қола жүлдегері атанды. Старались сильно не лезть, поэтому на 3 подхода работать и все. А так, то, что он порвал, я это тоже поднимал уже. Ты рывки сильнее или толчки? Толчки сильнее. То, что сейчас толкнул, это не максимум. Толчок больше, намного у меня больше. Вот. Моя ошибка, из-за своей ошибки же и проиграл. С груди, когда толкал, поторопился. Надо было выдержать подсет, ровно сесть. Поторопился просто из-за этого. Так бы выиграл бы. Скорее всего, вот это давление и дало в голову, что если поднимаю, то золотая медаль. Из-за этого, скорее всего. Сонымен қатар, осы Азия чемпионатында қазақстандық зілтемір шебері Карина Горичева 64 келі салмақта кіші күміс жүлдеге ие болды. 2016 жыл өткен Рио Олимпиадасының қола жүлдегері Карина Горичева 2019 жылдан бері қарай халықаралық жарыстарға қатыспапты. 4 жылдық үзілістен кейін тәжірибелі спортшы 64 келі салмақта сынға түсіп отыр. Ол бірінші жаттығуда 85 келіден еңсеріп, артынша 90 келіге тапсырыс беріп еді, көтере алмады. Одан кейінгі соңғы мүмкіндікте 91 келіні еншісіне жазды. Осылайша жұлқа көтеруде ол кіші күміс жүлдеге ие болды. Серпе көтеруді өзі бағындырып жүрген 95 келімен бастап оны көтерген болатын. Екінші мүмкіндігінде 101 келіге тапсырыс беріп, барын салып көтеріп, өзінің жеке көрсеткішінен асып түсті. Тіпті ол жаттығуда 95 келі салмақтан артық көтеріп көрмеген. Бұл жерде жүлдеге іліну үшін барын салды тәжірибелі спортшы. Енді 106 келіні бағындырса, қола жүлде қолда еді. Бірақ бұл салмақты кеудесіне дейін көтеріп еді, зілтемір ары қарай ырқына көнбей кетті. Қоссайыс нәтижесінде 192 келімен 5-ші орын алды. Ендігі мақсаты күзде өтетін әлем чемпионатына қатысу. Ол жерде Горичева басқа олимпиадалық салмақ дәрежесі 59 келіге ауысып, Париж ойындарының жүлде үшін бақ сынап көрмек. Ендігі мақсаты тағы бір олимпиадаға барып жүлдеге іліну. Если считать, что я с 19 года не выступаю на международных аренах, это первый мой международный старт. У меня есть большой опыт выступать на международных аренах, но волнение все равно было. Выступила я для себя хорошо, не отлично, но хорошо. Есть над чем работать. Последний подход вот в толчке не справилась, была бы бронза. 106 я даже дома не толкала, я максимум дома толкала 95. 101 это, 106 даже я на грудь взяла, это уже считается прогресс для меня. Осы Азия чемпионатында 59 келі салмақтың бұл тобында біздің елдің атынан Алина Колюшка бақ сынаған. Бірақ нәтижесі өте төмен. Алғашқы жарысы болғандықтан болу керек, жүйкесі сыр беріп, өзі көтеріп жүрген салмақтарды бағындыра алмады. Алғашқы жаттығуда 81 келіні серпе көтеруде 95 келіні ғана бағындыра алды. Бұл Азия чемпионаты қазақстандық зілтемір шеберлер үшін маңызды жарыстардың бірі. Өйткені Париж олимпиадасының алғашқы ұпайлары сарапқа салынып жатыр. Енді алдағы жарыс күні бақ сынайтын жерлестерімізге сәттілік тілейміз.